Сіздермен достар, бүгін біз математика пәнінен 770-ші есепті шығаратын боламыз. Бізде пойызбен жүретін бөлігі 4-тен 1, автобуспен 5-тен 1, катермен белгісіз болып тұр. Біз бірінші катердікін, пойызбен автобустыкін қосып тауып алуымыз керек. Енді біз 1-ден, яғни 20-дан 4-тен 1 мен қосылған 5-тен 1-ді азайтамыз. Енді олардың ең кіші ортақ еселігі 20 болады. Енді 20-ны 4-ке, 20-ны 5-ке бөлеміз. Сонда 4-ке 5 болады, ал 5-ке 4-тен келеді. 5-ке 4-ті қосамыз, 9 болады. Енді 20-дан 5 қосылған 4-ті азайтамыз. 20-дан 20 азайтылған 20-да 9. Енді азайтсақ 20-дан 11 шығады. Енді біз ондық бөлшек түрінде кему ретімен жазып көрсетуіміз керек. Ол үшін біз 4-тен 1-ді, яғни пойызбен жүрген бөлігін 25-ке көбейтеміз. 100-ден 25 шығады, оны ондық бөлшекке айналдырсақ 0,125. Енді 5-тен 1-ді 2-ке көбейтеміз, 10-нан 2 болады, сонда 0,2 шығады. 20-дан 11, оны 5-ке көбейтеміз, сонда 100-ден 55 болады, ондық бөлшекке айналдырсақ 0,155. Енді біз кему ретімен жазамыз. Ол кезде 0,155 ең үлкені болады. 0,125 болады, одан кейін ал кішісі, ең кішісі 0,2. Катермен 20-дан 11 бөлігі 0,55, 100-ден 55, 0,125, 0,102. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.